Ал. Сұрай бер. Жана енді коллективизация кезінде деген мен сол жерден тоқтадық қой. Комсомол деп қойды совет үкіметі аттарын. Өндіріс деп қойды ма или ол қазақша аты ма? Қалай? Өндіріс деп қойған ғой енді сол социализм кезінде. Содан сол өндірістің отырған жеріне біріккен жаңағы айналасындағы 3 колхоз, өндіріспен қоса 4 колхоз, жаңағы Қызылталап, Жолбасшы, Социал деген сияқты. Бірақ енді олар көшкенде өздері Қарағайдан қиып салған үйлерін сол жақтан бұзып, сол қалпында сол бір көше ма неше көше сол өздері бөліп айтады. Ана жақта Қызылталаптың отырады, мына жақта өндіріс отырады, мына жақта Социал отырады деген сияқты. Сол өндіріске біріккен өндіріс колхозы болды. Сол өндіріс ауылы 30-шы жылдары құрылған ба сонда? Жоқ, өндіріс жеке құрылған ғой, бірақ ана кейіннен мысалы. Жоқ, нешінші жылдары құрылған өндіріс өзі? Шамамен енді. Сол шамамен мен ойлаймын сол 30-шы жылдарда, өйткені анық айта алмаймын, өйткені содан кейін енді ананы маңатына біріктірген, е, қалған ауылдарды. Иә. 50-ші жылдар ол, кейін бертіңдірек. Аха. Сонда енді мына отырғанда мына неге келейін? Өз хан әулеті қайда? Өз ханнан өзі негізі 4 ұл, бір қыз ғой мысалы. Үлкен Сапар, одан кейін Мағауия, мысалы атамыз, одан кейін Әйтен, одан кейін Ербала, одан кейін Құсни Жамал деген апамыз болған. Ол кісі енді кенжесі болмау керек. Мен көрдім енді бала күнімде өмір жездеміз болды мысалы. Осы 5 ағайынды сол бір аулада отырған ғой сол кезінде. Енді мен еш жиып қалған кезде онда өмір жездеміз жоқ, Құсни апамыз да жоқ. Олар қайда кетті, қайтыс болды ма? Мағауия атамыз да жоқ мысалы. Қайтыс болған болу керек енді 60-шы жылдары. Мен еміс есімде. Ал Мағауия атамыз соғыстан келгеннен кейін бір көзден айырылып кетті дейді. Дімкас болып ауырып кетті дейді. 49 жыл қайтыс болды. Ең бірінші қайтыс болған сол Мағауия атамыз. Төртеуі де барған ғой енді соғысқа. Төртеуі де аман келген. Бұл Семей облысында сол кезде қайталанбаған нәрсе дейді ол. Онда ешқандай шаңырақта олай болған жоқ дейді. Төртеуі бірдей аман келді деген. Бірақ енді аман келгенде қалай? Жаңағыда Мағауия атамыз да айтты, бір көзден айырылып келді. Сапар атамыз аяғынан жараланып келген мысалы. Ербол атамыз мысалы жамбасынан мойшаға түскенде көрдік біз, ойылған жарасы болды мысалы. Ақсаңдап жүретін біз. Ербол атамыз. Айтын атамыз контужный дейді, өйткені неге контузия алып келген ғой неде. Снаряд жарылғанда сол құмның астында көміліп қалған. Сол енді әупіріммен сол аман келген әйтеуір. Содан кейін де перзент көрді ғой енді. Ең бірінші Мағауия кетті ғой деймін, е? Ең бірінші Мағауиядан Гүлшат деген қыз ғана қалған. Қазір Гүлшатта Мағауия атамыздың жиендері бар. Содан кейін Мағауиядан кейін Сапар кетті, е? Иә, Мағауиядан 69 жылы Сапар атам қайтыс болды. 70-ке таяды енді бұл кісі. Ең үлкен Сапар ғой, е? 901 жыл. Иә. Одан кейін Ербала атамыз 70 жылдары қайтып кетті. Ербала, е? Ербала, кенжесі. Аха, содан кейін? Одан кейін Айтен атамыз. Ең көп жасаған Айтен атамыз ол кісі 80-нан асты.
Сәбит ағамыз үйленгенде ғой 87-ші жылы болу керек. Айтен атамыздың балалары кімдер сонда? Айтен атамыздың 2 баласы бар. Жәкен тәтеміз, содан кейін Хамит. Хамит. Жәкен тәтеміз соғысқа дейін туған болу керек енді ана. Хамит 56 жыл. Сәбитпен құрдас қой екен. Сәбит Ербол атамыз 9 перзент. 10 перзент қой. 9-ы ер жеткен. Қазір 7-еу бар. Құдайға шүкір деп. Бір көшеде сол 4 үй салған еді, 4 үй ма, 5 үй ма? 4 үй қойды ме, ағаш үй ғой енді, өндірісте. Жоқ, 5 үй болған. 5 үй ма? 5 үй болды. Содан кейіннен сол... Ана біреу жездеміздің үйі сонда, е? Біреу өмір жездеміз отырды, көрдім мен үйін. Қайын жұртымен бірге отырған ғой сонда. Қайын жұртымен бірге отырған ғой. Өмір жездем отырған ғой бірге. Сонда жуас адам болса керек еді, мен солай көрдім. Одан жалғыз қыз қалды сонда, өмір жездемізде. Жоқ, бала болмаған. Кісілерде бала болмаған. Жалғыз қыз қалған ол Мағауия атамыздан қалған. Мына семейдегі ана институтта сабақ беретін апайларымыз соның немерелер ғой сонда, е? Мағауия атамыздың жиен немерелері ғой. Райгүл ғой деймін біреу, е? Иә. Ол да бар. Күлшат апамыз ерте қайтып кетті. Жалғыз қызы, е? Жалғыз қыз. Сапар атамыз енді сол өндірісте жерленген ғой. Түгел 4-еуі де сонда жерленген ба, 4 атамыз да? Сонда жатыр, сонда. Түгел, е? Өндірісте жатыр. Өндірістің бер жағында зират қой, төбеде. Таяқ болдық өндіріске. Семеновка қарабыз. Әр жағында 10 шақырымдай ғана ғой. Қандай жер жалпы өндіріс деген немене жер? Отделение ғой енді былай айтқанда, қазіргі таңда, е? Отделение болды кезінде Семеновский совхоздың. Мал өсірді ғой деймін онда қарамау. Одан кейіннен өзі жеке кәдімгідей округ болды өзі, ауылдық. Қазір ауыл болды, жеке ауыл, е? Тоқболат кездеміз сонда өзі әкімде болды өзі бір жылдар. Кішкентай ауыл ғой енді бір 50 үй шығар әрі кетсе, 50 үй, е? Одан көп па? Жоқ. Қайдағы 50 үй, құдай ау. Маған енді неше рет болды мен? Бір 4-5 рет болды мен? 5-6 рет. 50 шақты үй ғана көрдім де? Жоқ. Кезінде 200 үй болған ғой, жайымен болған. Қазір енді азайған шығар, білмеймін. Қазір бірақ айтты ғой. Тоқболат жездеміз айтты, әлі бір үй бұзылған жоқ бізде, сол қалыпты. Таң қалатын жағдай енді бір жағынан. Қалай бұзылмай қалды, мысалы. Павлодар облысында бұзылмай қалған өзі ауыл жоқ қой деймін. Май ауданында мысалы. Анау сол кішкентай ауыл болса да сол Ақжардан басқа енді. Ақжарда бұзылмады. Қаратерек сосын бұзылған жоқ қой. Ақжарда айтады, бір тереземіз сынған жоқ деп айтады ғой. Бірақ енді ана нелер бұзылып кетті енді. Тамаша мошасы болған бұзылып кетті. Өндірістің ба? Жоқ, ана енді Ақжарда айтады. 2 қабатты әлгі конторасы болды, бұзылып кетті. Мәдениет үйі болды енді кішігірім.
о да бұзылып кетті ғой ол жерде. Бірақ енді ана үйлер бұзылған жоқ. Өндіріс айтайын. Қарабасты өтіп барамыз. Сен не шақырымнан Қарабастан? Өндіріс 10 шақырым енді ана. Бауырымен жүргенде одан да аз ғой деймін. Ана жақта жол болды өзі. Айтын атамызбен арбамен келетінбіз Қарабасқа. Қарабас райцентрда типа солай ма? Жоқ. Или үлкен ауыл ғой мынау, иә? Центральный усадьба дейді ғой енді, сол орталық усадьба ол кезде. Совхоз орталығы ғой, анау отделение болды ғой. Мынаның ішінде магазин бәрі бар ғой енді баяғы, иә? Қарабас па? Иә. Білмеймін сол неменеге келгенімізді, әйтеуір келетінбіз арбамен келіп, арбамен сол ішкі жолмен ана жақпен Қарағайдың бауырымен сол қайтып кетеміз. Кіммен келетініміз дейсің? Түсінбедім. Айтын атамыз. Айтын атам. Арбамен. Туыстар да болды енді мұнда. Майра апамыз да кезінде осында тұрды ғой. Осында сауыншы болды. Совет ағамыз тұрады қазір Қарабаста. Отбасымен, жеңгемізбен. Осындан пенсияға шықты ғой Совет ағамыз. Өндірісте қазір Амантай отыр. Гаухар апамыз бар. Хамид ағамыз бар онда. Тоқболат жездеміз бар, Айман апамыз бар. Айман тәтеміз бар. Жалпы өндіріс деген енді Қарағайдың ортасындағы ауыл ғой енді. Үйлердің бәрі бұзғанда енді оның енді несін бұзады енді. Ол алатын енді былай қарағанда енді ағаш үй ғой түгел, иә, әлде кірпіштен салынған болды ма? Түгел ағаш үй шығар? 99%. Солай ғой деймін мен, түгел ағаш үй болу керек. Көмір жақпайды, иә. Осы күнге шейін көмір жақпайтын, иә. Бертінге дейін көмір жақпайтын. Қазір білмеймін мен. Кәдімгі Қарағайды 2 машина дайындайды ғой деймін сонда. Бұтағын кәдімгідей әлгі жаңғырықтың үстіне соғып сындырады. Соны мен айтадым, 2 машина деген көп емес пе деп. Сонда айтадым, жоқ, біз ағаш қана жағамыз ғой деп. Бірақ енді бір жылы қатты қалың өрт болып күйіп кетті ғой өндіріс. Айман апамыз айтады сонда, жылап тұрдық деп қарапты. Қолдан келер қайран жоқ. 90 жылдары біреу әдейі өртеді ме? Әдейі өртегендер де болды ғой. Қазір енді мына жан-жағымызға қарап береміз, сол балапан қарағайлар салыпты. Қаулап өсіп келе жатыр енді. Қарағай деген жарасады ғой мына жаққа. Сәбит ағамыз осының оқуын оқыды ғой, иә, Қарағайдың оқуын, иә. Қалай өсіру керек? Сәбит ағамыз ол енді жоғары білім алды ғой, сельхоз институт бітірді Алматыдан. Сол именно сол растениеводство ғой деп. Жоқ, орман шаруашылығы. Иә, осы Қарағай. Осы Қарағай. Қарағайда істеді де ол. Дөңгелекте де істеді ол. Бір бітіріп келген жылдары жұмыс істеді кәдімгі Қарағайда. Павлодарда да. Мына өндірістен неге кеттік біз сонда? Соны айтыңызшы. Оны енді көп жасардан сұрап керек. Әкемізден. Кеткенде енді мұнда не болмаған, конкуренция қатты болған. Әке енді өзің ойла. Педеистің мысалы химбиологиясын бітірген. Неше жыл бітірген? Шамамен енді. 52 жыл ғой енді шамамен. Соның өзінде орын болмай, мұнда пионер вожатый болып істеген ғой мысалы, үйленгеннен кейін. Аха. Ол енді неге барған алдында? Семьярда мұғалім болған 3 жылдай. Одан кейін мысалы Сталин туда мұғалім болған 3 жылдай. Содан кейін енді 58 жылы үйленеді ғой шешемізге. Мен 59 жылды. Сонда енді жұмысқа өндірісте тұр деп айтқан шығар енді ағайындар. Жұмысқа тұрады ғой. Сонда орын жоқ дейді сонда. Химбиология, пән, ешқандай пәннен орын жоқ. География, химия деген сияқты. Сонда пионер вожатый болған. Шешеге орын да жоқ сонда. Пионер вожатыйлықта орын жоқ. Өндірісте, иә? Өндірісте. Сосын енді Қоянбайға шақырған. Қоянбай
завуч болып барған. Шешей неміс тілі мұғалім болып орналасқан. Айман тәтеміз де барған. Сонда пионер вожатый болды ма білмеймін. Енді ол кісі де мектепте істеген болу керек. Сол жездесімен апасының қолында тұрып жұмыс істеген. Содан енді Майскийға кетеді ғой, иә, бірінші қайда барады өзі? Жоқ, содан кейін Бөденөл, иә. 62 жылы Бөденөліге көшіп келген. Сәлем айтып жүріп дейді, Августовскийға кеткен дейді. Баламен үйде қалған болу керек шешей. Сәлем айтып жүріп дейді. Мен Қоянбайға келмеймін, енді өндіріске келіп өзім көшіріп аламын. Бөденөліге кеттім, сол жақтан өзім көшіріп аламын. Содан оқу басталады. Қай жақтан сәлем айтып жүрді? Сәлем айтып жүрді. Қай жақтан? Енді мұғалімдер барды ғой, солардан сәлем айтып жүрді, мен Бөденөлге кеттім. Содан күндердің бір күнде келіп, сол көшіріп алып кеткен Бөденөлге. Мұнда неше жыл істеді? Бөденөлде 7 жыл. 7 жыл. Завуч болдым. Онда Бөденөлде үлкен ауыл, қазақ ауыл болды өндіріс сияқты. Бірақ ертістің арғы бетінде ғой, арғы жағы, сол жағалауы. Қайрат пен Ойрат сонда туды ғой, иә, әлде? Қайрат пен Ойрат сол Бөденөлде туған. Әлгі Курчатовтан енді бір 20 шақырым ғой деймін, иә, арғы? жоқ, 50-60 шақырымдай Курчатовтан. Семейге қарай. Алғаш шешей келгенде таң қалыпты ғой, ыңғай сарала киім киіп алған дейді. Халқы. Сосын айтады екен. Мыналардың бәрі соғыста болған ба деп. Соғыс енді ол кезде көп болса 10 жыл, 15 жыл өткен еді. Ойлаймын, мынаның бәрі соғыста әскерде болған ба дейді ғой. Сонда айтты, әке айтты, жоқ. Бәрі болмаған енді. Болғандары бар, бірақ бәрі емес. Мына военный городок жанында тұрған ғой, Шаған. Комсомольский деді ғой, Шаған. Содан арғы солдаттар киім әкеледі екен. Тамаққа ауыстыруға кетеді. Бір жарты араққа, мысалы, не ақшаға, мысалы, киім. Арзанға. Киім енді сол пилоткаға дейін, мысалы. Иә. Неге дейін? Спецовкаларға вообще. Балалар пилотка болады, бізде мода болады пилотка. Сол Бөденөлде ме? Иә, басымызға пилотка киейін да, сосын әлгі ремень тағып солдатский кәдімгідей. Содан ана күпәйке солдатский, сосын әлгі сырма шалбар, мақта шалбар, солдатский әлгі нелер, пималар кәдімгідей. Етіктер әлгі іші жылытылған, ішінде кәдімгідей киізі бар. Сосын әлгі қолқаптар әлгі бір саусағы бар, былай етілген. Не сияқты, перчатка сияқты. Ондайды да мен көрдім сол бала күнімде. Қызық болады не? Ушанка дейді ғой, құлақшындар солдатский. Жалпы солдатский киім мықты ғой енді. Жұмысқа. Мықты, жұмысқа мықты. Жыртылмайды ғой, оңайлықпен ана. Хабы нелер ғой. Жылы еще, жеңіл, ыңғайлы. Иә. Оңайшылықпен жыртылмайды. Жалпы совет үкіметінің киімі мощный ғой. Ана өзі бір тәпішке аласың, сандалия болсын, кроссовки болсын аласың, ана енді аяғын совсем симай қалғанша киесің ғой 2-3 жыл. Жыртылмайды ғой сонда. Қазіргі аяқ киімдер немене? Бір сезоннан кейін бітеді ғой. Шешейлер қыс мезгілінде, күздің соңында мысалы ақшасын дайындап, арағын дайындап отырады. Солдаттар келіп қалса. Сонда солдаттар келеді де солярка сатады ғой. Солярка енді анау су отынды жағуға жақсы ғой. Суды шашып жібереді де алып кетеді ғой. Оны алады, бөшкесімен аламыз солярка. Одан көмір түсіреді ғой машинасымен. Білмеймін, ана Уралмен алып келетін болу керек. Көршілер қосылып ала ма? 10 тонна, 15 тоннасын бірақ түсіретін болу керек. 5 тонна. Немене көмір сонда ол? Майковен көмір ма? Жоқ енді, ол кезде майков емес шығар. Кузбасс па, иә? Кузбасс енді ол кезде келіп отыр ғой. Қарағандының көмірі ме мысалы. Түсіру болады сол солдаттарды. Араққа, ақшаға сол. Сол жетеді, қыстан шығады сол.
солдаттар асырады негізі. жарайды. Сосын өзі әлгі оның магазиндері московский обеспечение болды, жаңағы военный городоктың обеспечение. Сонда барады да сенбіде мысалы мұғалімдер барады да тиеліп алып келеді, неше түрлі колбаса мысалы сгущенка дейсің бағы шарап арақтың неше түрлері мысалы қонақ шақырса мысалы түгел тамақ булочка багетің бағы жаңағы не ұсын нелер солардың барлығы содан алады. Сол бірінші рет көргеніміз ғой. Содан в общем 7 жыл бөденеде тұрдық. Қайрат пен Ойрат туды. 64 пен 66-да туды ғой енді. 69-да көштік. 69-да кеттік бөденеден сосын. Не? Жалтырға бардық па сонда? Жалтырдан сонда заушылық орналасты. Шешей сол демесінен ортасынан ойып тұрып үй берді. Қанаш нағашымыз ғой бәрі реттеп дұрыстаған. Жалтырда көшіріп алғанда сол кісі Ғазиз нағашымыз жанында жүр. Жұман деген ағалар, Құдайберген деген ағаларымыз болды. Жоламан деген ағаларымыз бар, көшірсін. Жарайды. 4-5 грузовой машина, бір жеңіл машинамен көшіп кеттік. Жұмыс бабымен ғой енді, енді Кедейдің әлгі байлығын көшкенде көр дейді ғой сол. Сол. Енді жұмыс бабымен келді ғой енді. Жұмыс. Бірақ орта басқа. Мысалы бір ауыз орысша білмеген мейрам ғой, мысалы 10 жылдан кейін орысша сөйледі мысалы. 10 жыл орысша оқыпты. Балалардың бәрі, менен басқасының бәрі орысша бітірді. Маған да айтты, орысшаға бар, бірақ бір класс кем оқисың. Мен енді 3 бітіріп бардым. 4 оқымайсың, сен 3 оқисың мысалы орысша. Мен келіскен жоқпын. Қазақша оқимын. Соған өзім ризамын осы. Қазақша оқыған. Жоқ, мен қазақша оқимын. Мен енді ерке бала болдым ғой. Тұңғышымын енді. Тұңғыш немересімін Сапардың деген сияқты. Сондықтан менің сөзім заң болды да, сосын олар мені зорлық қылған жоқ. Әр жағымда ол кезде атам болмаса да 69-да қайтып кетті. Әжем бар ғой, арқасы. Сондықтан мені орыс мектебіне берген жоқ. Сапар атамыз қай жылы қайтты сонда? 69-да апрельде қайтты ғой. Сол жылы қайтқан екен ғой, Ойратта апрельде қайтты ғой, Сонымен, в общем, не керек? 69 жыл Жалтырға келдік қой, Сонымен енді Жалтырды көп кеттік. Біз енді бәріміз Жалтырда тұрдық қой. Біздің туғанымызға да міне 45 жыл болды. Январдың 31-і. Ой, Алла. Менталитет мүлдем басқа ғой. Бөденөлде мысалы өндіріс болсын, бөденөлі болсын, бір орыс жоқ қой, бір не медсестра, фельдшерлер бір орыс болды ғой дейміз ол. Бөденөлде өндірісте басқа орыс жоқ. Жай неге келеді, балыққа келеді мысалы, летчиктер военный, әкей өзі тамыр болды солармен. Бөденөлде орыстың мысалы әйелдері магазиннің алдында бір кішкентай магазин, ләпке дейді, магазин емес, ләпке. Бөденөлде. Соның алдында тұрып помидор сатады ғой. Ешкім мысалы бұл кезде білмеймін, өндірісте неде Бөденөлде мысалы ешкім анадай бақша салмайды ғой. Сонда қып-қызыл помидорды, сол шешемізге айтамыз, ана помидор сатып отыр, жекші. Сол бір дәмін көріп алғанбыз, сол сатып алып береді. Әрбірін таласып тарпасып жейміз енді. Егер салатын болсаң, сол кезде енді Бөденөлде де салуға болады ғой. Кейіннен салды енді. Суы қандай таза мысалы.
скважинамен шығарып салуға болушы еді деп ойлаймын мен. Бірақ енді салынған жоқ сол жылдары 60 жылдары. Сол жаңағы керемет бір жеңісің ас болып көрінеді жаңағы помидор. Өмір бойы салдық мысалы. Биыл да салдық помидор. Жалтырда помидорды сиырлар жейтін, Әкейдің айтып жүрген ғой. Огурчик пен помидорды сиыр жеп отыр бізде. Сиырға беретін, Степнойда тұрған. ағыл тегіш. Ана Найла бар демі кепті ғой сол. Әлгі сиыр жеп отырған әлгі помидор огурчигіңді көрейікші, берші бізге де деп бір келген ғой. Ана больницаның артында жалтырда не болды ғой, огород болды ғой совхоздың. Иә. Сонда екті ғой огурчик помидорды, ағыл тегі. Дөкөй поле помидор егіледі сонда. Фрида апамыз неміз сол. Иә. Қазақшаға солай болды енді. Содан ана помидорды жинап ана огород енді бәрі кетеді ғой кісі. Сторож жоқ. Анау қалады, жинап алады, анау енді ағыл тегіл помидор қалады. Сол есінде біз баламыз енді. 7-8-деміз бе, 10-дамыз. Науқан иә сол. Иә, сосын содан біраз жинаймыз. Қанша керек? Тойып жүрген бала немен помидор неме керек? Үйде толып отыр оны. Содан кейін ана помидормен атсамыз бір-бірімізбен. Қызыл бар, көгі бар. Сонымен сол 2-3 күн науқан сонда атсып. Сол помидорды бір-бірімен атсып ойнайтынбыз сонда. Тойынғандық қой енді. Тойынғандық қой сол помидор. Жақсы өсірді ғой сол. Жақсы өсірді. Иә. Ол кезде қалыпта сала бастады. Қоянбай дейді мына жақтан. Қоянбай Ресеймен шекаралас қой дейміз. Естің мен бала кезімде аса білгірмеймін. Мынаны ГАИ деп қалсам, мынау не екен ғой? Фото екен ғой ГАИдің. Ой, ё-моё. Фотосурет қойып қойыпты ғой мында. гаишниктер.